11 тарау. Дауыл. Келесі жетінің ішінде, яғни ақпанның 14-нен 21-не дейін кеме үстінде айта қаларлықтай ештеңе болған жоқ. Солтүстік шығыстан соққан жел күшейе түсіп, пилигрим орта есеппен тәулігіне 180 миль жол жүріп, алға қарай аға берді. Екі жарты шардың арасындағы жолаушылар таситын трансокеандық пароходтар жүретін судан пилигрим оншалықты қашық болмау керек, деп есептеді Дик Сэнд. Жас өспірім осы пароходтардың бірі кездесер деп сенген еді. Кездескен пароходпен пилигримдегі жолаушыларды жөнелтуге, немесе оның капитанымен келісіп, кемеге бірнеше матростар, тіптен мүмкіндігі болса офицер алуға ұйғарды. Ол талмастан қиырға көз жіберумен болды. Бірақ бірде-бір кеме ұшыраспады. Теңіз баяғы құлазыған қалпынан өзгерген жоқ. Бұл жағдай жас капитанды ойға қалдырды. Ол Поляр теңізінде 3 рет болып, мұхиттың қазіргі пилигрим жүзіп жүрген бөлегін бірнеше рет кесіп өткен. Сол сапарында Горн мүйісінен экваторға қарай, немесе Америка континентінің осы оңтүстік шеткішегіне қарай кетіп бара жатқан Американ, немесе ағылшын кемелерінің талайына кездескенді. Бірақ Дик Сэнд мұхиттың сол бөліміне жеттім ғой деп шамалаған жерінен пилигримнің әлде қайда алыста, оңтүстікке таман екенін білмеді. Тіптен күдіктенбеді де. Мұның екі түрлі себебі барды. Біріншісі ағыс. Дик Сэнд ағыс тездігін нашар білетін. Бірақ бұл арадағы ағыс күшті еді. Жай қарағанда байқалмағанымен, кемені бет алған жағынан бұрып басқа жаққа әкете берді. Екіншісі арам ниетті Негороның қолы бүлдіріп теріс бағыт көрсеткен компас. Қосалқы компас сынып істен шыққан. Соның нәтижесінде қолда қалған компасты Дик Сэнд тексере алмады. Жас капитан кемені тура шығысқа қарай жүргізуге тырысты. Бірақ іс жүзінде оңтүстік шығысқа қарай алып кетті. Компас әрқашанда оның көзінің алдында. Әрбір 30 минут сайын үнемі лак тастатып отырады. Осы екі құрал кеменің жүрген жолын мөлшерлеп есебін шығаруға, кемені бағытқа қарай тура алып жүруіне мүмкіндік береді. Бірақ осы сияқты мөлшер есеппен қанағаттануға бола ма? Әрине болмайды. Кейде күн ілгері үрейленіп мазасы кететін миссис Уэлдонды тыңшайтудың қамын қарастырып, Дик Сэнд барынша тырысып бақты. «Бір жеті ерте, бір жеті кеш», деді ол қайталап. «Әйтеуір Американ жағалауына жетуіміз анық. Қай жер болса ол жер болсын. Ең қажеттісі әйтеуір жерге жетеміз». «Дик, мен бұған күмәнданбаймын. Түсінікті ғой, миссис Уэлдон. Егер пилигрим бортында сіз болмасаңыз, маған анағұрлым жеңіл болар еді. Егер мен тек қана экипажға жауапты болсам, бірақ егер кездейсоқ жағдай сіздерге, бізді, апатқа ұшыраған негрлерді кезіктірмесе, балам, саған екеуден-екеу Негоромен қалуға тура келер еді. Сен сонда қайтер едің? Сенің оған сенбейтініңді білемін». «Ең алдымен», деді жас капитан тұжыра сөйлеп, «Негороны өзіме зиян келтіре алмайтын етер едім». «Сонда сен кемені жалғыз басқарар ма едің?» «Иә, жалғыз». Бала жігіттің қатал да тұжырымды үні миссис Уэлдонның көңілін орнықтырды. Дегенмен, әйелдің көзі өзінің бөбегіне түсіп, мазасыздық сезімнен арыла алмады. Ержүрек саяхатшы әйел өзінің мазасызданғанын сездірмеуге тырысты. Әйтсе де, оның көңілі өзінен өзі қобалжып жай таппады. Жас капитан навигация теориясын астрономия жолымен анықтауды жеткіліксіз білетінді. Бірақ онда ауа райына қарап келешекті болжайтын қасиет барды. Біріншіден, аспан мен теңіздің құбылысы. Екіншіден, барометрдегі сынап бағанасының төмендеуі. Осы екі сезім оның көз алдында күтілмеген болашақты көрсетіп отырады. Капитан Гуль ауа райын алдын ала болжауға озат кісі еді. Ол барометрдің көрсеткенін қалай ажыратып түсінуді Дикке үйреткен болатын. Біз бұл тамаша құралды қалай пайдаланудың жайын қысқаша айтып өтейік. Бірінші, ауа райы ұзақ уақыт жақсы болған кезде барометр бірден тоқтаусыз төмендей берсе, бұл ақиқат жаңбырдың белгісі. Сөйтсе де, ауа райы өте ұзақ уақыт ашық болған жағдайда да сынап бағанасы 2-3 күн қатарынан төмендесе, ауа райында нендей де болса елеулі өзгеріс болуы мүмкін. Ондай жағдайда сынап бағанасының төмендеуі мен жаңбырдың басталуы арасындағы уақыт неғұрлым ұзаққа созылса, жаңбыр да ұзақ жауып, соңы ақ жауынға айналады. Жаңбыр ұзаққа созылған кездерде барометр сынабы жайыменен тоқтаусыз жоғарылай берсе, ауа райы қайтадан жақсарады деп сенімді түрде шамалауға болады. Алғашқы шуақ күн мен сынап бағанасының жоғарылауы арасындағы уақыт неғұрлым ұзақ болса, ауа райының жақсы болуы да сол ғұрлым ұзаққа созылады. Үшінші, бұл екі жағдайдың екеуінде де, яғни сынап бағанасы көтерілгеннің немесе төмен түскеннің артынша өзгерген ауа райы сол күйінде ұзақ тұрмайды. Төртінші, егер барометр сынабы жайымен, бірақ тоқтаусыз 2-3 күн, одан да артығырақ уақыт көтеріле берсе, тіптен бұл күндері тоқтаусыз жаңбыр құйып тұрса да, бұл ауа райының түзеліп кететіндігінің белгісі.
Бірақ барометр жаңбырлы күндері көтеріліп, күн ашылып жадырасымен төмендей бастаса, жадыраған ауа райы ұзаққа созылмайды. 5. Көктемде және күздің күні барометрдің бірден төмендеп кетуі ауа райының желді болуын білдіреді. Жаздың ми қайнатқан ыстық күндерінде барометрдің бірден төмен түсуі дауылдатқан нөсер құятындығының нышаны. Қыстың күні, әсіресе ұзаққа созылған аяздан кейін сынап бағанасының тез төмендеуі күн жылынып, жаңбыр жауып, жел ыңғайының басқа жаққа ауысатындығының белгісі. Керісінше, ұзаққа созылған аяз күндері сынап бағанасының жоғары көтерілуі қар жауатындығын хабарлайды. 6. Сынап бағанасының бір жоғары көтеріліп, бір төмен түсіп қобалжуы ауа райының ұзаққа созылатын құрғақ немесе жаңбырлы мерзімінің таянғандық белгісі деп жоруға мүлдем болмайды. Тек сынап бағанасы жайыменен бірте-бірте төмендесе немесе жоғары көтерілсе, ауа райы ұзақ уақыт бір қалыпта тұрады деп болжауға болады. 7. Күздің ақырында ұзаққа созылған желді де жаңбырлы мерзімдерден кейін барометрдің сынабы көтеріле бастаса, солтүстіктен жел тұрып, аяз болуының нышаны. Диксент барометр ерекшелігін жақсы білетін. Ол теңдесі жоқ және әрбір теңізшінің жәрдемшісі болған осы құралдың болжалдап көрсеткенінің дұрыс екендігін талай рет көзімен көріп сенген еді. Ол қапелімде ауа райының өзгеруіне кезігіп қалмау үшін барометрмен күн сайын кеңесіп тұратынды. Жас капитан барометрге қайта-қайта келіп жүрді. Бірақ ақпанның 20 күні сынап бағанасының бұрынғы қалпынан өзгере қалғанын байқады. Барометр жайыменен тоқтаусыз төмендеп бара жатыр. Бұл жауын-шашынның белгісі болатын. Сынап бағанасы төмендеген үстіне төмендей берді. Әйтсе де жауын-шашын бола қоймаған соң, лайсаңды ауа ұзаққа созылады екен деп шамалады Дик. Бірақ жылдың бұл маусымында жауған жаңбырмен қабаттаса, күшті желде тұруға тиіс. Шынында да солай болды. Бір күннен соң желге жан еніп күшейе түсті. Оның еліргендігі сонша, жел ағысының көшуі сағатына 60 километрге жетті. Жел екпіні пилигримнің желкендерін жыртып, мачталарын қиратып кетпеу үшін кейбір сақтық шараларын қолдану керек болды. Жас капитан Бом Брамселді топсель мен сыртқы кливерді түсіріп қоюға бұйырды. Бірақ бұл шаралар жеткіліксіз тәрізді. Ол тағы Брамсельді түсіруге, Марсельді 2 риф жиырып, аумағын азайтуға бұйырды. Соңғы маневрды жаңа келген тәжірибесіз экипажбен орындау қиын еді. Бірақ қиыншылыққа тізе бүгіп тоқтап қалуға болмайды. Шынында да бұл қиыншылықтар ешкімге бөгей бола алмады. Жас капитан Бат пен Остинді ертіп реге шықты да Брамсельді түсірді. Бұл маневрды жасау үшін шынында да аз қиналған жоқ. Егер де барометрдің төмендеуі соншалықты қауіпті болмаса, 2 рейді де алмай мачтада қалдырар еді. Бірақ жел құйынға айналып кетсе, желкендерді азайтумен ғана қанағаттанбай, мачтаның да жүгін жеңілдету керек. Жүгі жеңіл болса, мачта қатты шайқалмайды. Сондықтан да Диксент 2 рейдің екеуін де палубаға түсіртті. Бұл жұмыс аяқталған соң, мұны орындау үшін 2 сағат шамасындай уақыт кетті. Және бұл жұмыс аяқталған соң, Диксент жәрдемшілердің көмегімен Марсель желкенінің аумағын кішірейтуге кірісті. Басқа кемелердің көбісінде болатын 2 қабат Марсель пилигримде жоқ болатын. Сондықтан пилигрим экипажы ескі заманның әдісін қолданып рей үстімен жүріп, жел екпінімен желпілдетіп тұрған желкеннің етегін тартып, ленмен нығыта байлап қоюлары қажет. Бұл өте қиын, ұзақ уақыт алатын жұмыс. Сонда да болса Марсель желкенінің аумағы кішірейтілді. Енді кеме бір тегіс жүріске басты. Мачта басында жұмыс істеп жүрген Диксент пен негр матростар аса күшті таза жел, құрлықтағы дауыл деп аталатын атмосфера жағдайын теңізшілер осылай айтады. Аса күшті таза жел соғып тұрғанда да жүзе алатын етіп, пилигримді әбден дайындап болып палубаға түсті. Келесі 3 күннің ішінде 20-шы, 21-ші және 22-ші ақпан күндері желдің күші де, ыңғай соғуы да өзгерген жоқ. Барометр үздіксіз төмендеп барып, 22-ші ақпан күні 27-де 7 дюймге барып тоқтады. Енді таяу күндердің ішінде барометрді жоғарғы көтеріледі деп үміттенуге болмай қалды. Аспан әлемі қабағын тастай түйіп алған, жел құлақ жара ысқырып тұр. Теңіз бетінің тұтасымен тұман басып жатыр. Көк жүзін қара бұлт құсап, күннің қай жақтан шығып, қай жаққа бататынын ажыратып болар емес. Диктің мазасы кете бастады. Ол аттап шықпастан үнемі капитан мінбесінде болды. Жөнді ұйықтаған да жоқ. Сонда да болса сыр білдірмей тыныш қалпында жүре берді. 23-ші ақпан күні ертеңгісін жел азап бәсеңдеген тәрізденді. Бірақ Диктің ауа райы түзеліп кете қояды деген үміті жоқты. Шынында да оның шамалауы дұрысқа шықты. Түстен кейін жел қайта күшейіп,
теңіз бетінде күшті толқын пайда болды. Камбузынан сирек шығатын Негоро күндізгі сағат 4-тің шамасында палубаға көтерілді. Динго кеменің бір түкпірінде ұйықтап жатса керек. Бұл жолы кеме аспазына абалаған жоқ. Негоро қашанда болса өзінің үндемейтін тұйық әдетінше көкжиекке көзін қадап жарты сағаттай палубада тұрды. Мұхит бетінде жал-жал толқындар сырғып жатты. Олар бірін-бірі қуып кимелей түседі. Бірақ біріне-бірі әлі соқтығысқан жоқ. Жайшылықтағы толқыннан мына толқын биіктеу. Бұған қарағанда онша қашықта емес. Батыс жақтың бір жерінде күшті дауыл соғып тұр. Көп кешікпей кемені қуып жетеді деп шамалауға дәлел барды. Негоро теңіз ісінен мүлдем хабары жоқ, немесе теңіз ізімен бір шолып өтті де, сосын өзінің қобалжымайтын суық көзін көкке қарай аударды. Аспан реңі үрейлі еді. Бұлттың үстіңгі қабаты астыңғы қабатынан анағұрлым тез көшіп жатыр. Аспан биігіндегі ауа ағысы жуық арада төмендеп, теңіз бетін басқалы тұрғандай. Олай болса, тап-таза жел сұрапылға айналады. Негоро теңіз ісінен мүлдем хабар жоқ, немесе теңіз апатынан сескене білмейтін жансыз болуы керек. Оның жүзінде абыржу дегеннің аз да болса нышаны жоқ. Оған үстеме зұлымдана күлімсіреп ернін қисайта түсетінін қайтерсің. Мұнысына қарағанда ауа райының қазіргі түрі оны қорқыту былай тұрсын, қайта қуанта түсетін сияқты. Негоро бушпритке атша мініп алып, ұшына қарай өрмеледі. Сынайы көкжиектен әлденені көруге тырысқан тәрізді. Сосын палубаға түсіп, бір ауыз тіл қатпастан каютасына кіріп кетті. Соғып тұрған желдің құйынды дауылға айналып кетуі мен нөсерлеп жаңбыр жауы сияқты әбігерлі нышанның арасында пилигрим үшін бір ғана қолайлы жағдай болды. Бұл жел өтінің бірыңғай соғуынан айнымауы еді. Жел неғұрлым күшейіп құйынға айналып кетсе, кемеде солғұрлым тез жүзіп Американ жағалауына тез жететіндерін пилигрим бортындағылар тегіс білді. Барынша берік жасалған кемеге желдің құтырына соғуы әзірге ешқандай қауіп төндірген жоқ. Бірақ бейтаныс жағалауға барып тіреле қалса, шын қауіп сонда төнеді. Бұл ой Дикті аса абыржытты. Егер сол жағалауды жақсы білетін боцман табылмайтын иесіз жағалауға барып қалса, бұлар нендей шара қолданбақ? Егер ауа райы лайсаңға айналып, белгісіз жағалаудың бірер түкпірінен баспана іздеуге мәжбүр болса, жас капитанның қолданар шарасы қандай болмақ? Қазір бұл сияқты қиялдармен бас қатыратын уақыт емес. Бірақ ерте ме кеш пе, әйтеуір бұл мәселенің болатыны сөзсіз. Сол уақытта тезінен бір шара қолдану керек болады. Сасатын түк те жоқ. Диксент бұл шараларды уақытында қолдана жатар. Соңғы 13 күн бойы 24 ақпаннан 9 наурызға дейін ауа райы өзгермеді деуге болады. Көк әлемін бұрынғысынша қара бұлт құрсап алған. Жел ара-тұра шамалы уақыт бәсеңсеген болады. Бірақ бірнеше сағаттан соң баяғы қалпынша қайта ұлый бастайды. Барометрдің сынап бағанасы бір-екі рет аздап жоғарылаған болады. Бірақ бірнеше сызық көтеріліп барып қайта төмендеді. Атмосфера қысымы кенет қобалжыды. Бұған қарағанда жуық күндердің ішінде ауа райының түзеле қоятын түрі жоқ. Бірнеше рет көк жарылғандай боп күн көркіреді. Бұл жағдай жас капитанды қатты абыржытты. Кемеден небәрі бір кабельдік жерден суға жасыл түсіп жатты. Ара-тұра нөсерлеп жаңбыр құйып өтті. Пилигрим енді қалың тұманның ортасында қалды. Көкжиекті бақылап вахтада тұрған адам ұдайы бір сағат бойы еш нәрсе көре алмай кеменің бет алды бағдарлап тартқан кездері болды. Кеме теңіз толқынына ойдағыдай төтеп берді. Әйтсе де толқын қатты шайқады. Бір жақсы жері, миссис Уэлдон теңіз ауруына шалдыққан жоқ. Бірақ Джек бейшара науқастанып қатты қиналды. Анасы жанынан аттап шықпай күзетіп отырды. Уақытының бәрін шыбын-шіркелер арасында өткізген Бенедикт ағайдың кеме шайқалуынан көрген азабы Американ тарақанының азабынан артық емес. Ғалым өзінің Сан-Францискодағы ың-жыңсыз тыныш кабинетінде отырған тәрізді. Ұзақты күн коллекциясын зерттеумен болды. Бір жақсы жері, Том және оның жолдастары теңіз науқасына шалдықпады. Жас капитанның басшылығымен жұмысты бұрынғысынша атқара берді. Капитанның өзі кеме шайқалуына көптен көндігіп қалған бала еді. Пилигрим көтерілген желкеннің аздығына қарамастан алға қарай тез ұмтылуда. Диксент қалған желкендерді де әлде де болса азайта түсу керек болар деп шамалады. Дегенмен, тікелей төніп тұрған қауіп болмаған соң, бұл іске кірісе қоюға асыққан жоқ. Диктің есебінше кеме құрғақ жерге жақындап қалған. Ол вахта бақылаушысына сақ бол деп мұқият тапсырды. Бірақ жас капитан тәжірибесіз матростар жерді алыстан көре қояды деп сенбеді. Көкжиектен күңгірттеніп көрінетін жер бейнесін ажырату үшін
көз жанарының өткір болуы жеткіліксіз. Сондықтан да Диктің өзі мачтаға шығып көкжиекке ұзақ уақыт көз жіберіп тұратынды. Бірақ Американ жағалауы әлі де көрінер емес. Бұл жағдай жас капитанды ойға қалдырды. Ол өз күдігін миссис Уэлдоннан жасырған жоқ. 9 наурыз күні Диксент кеменің тұмсығында тұр еді. Ол біресе теңізге, біресе жел екпінімен иіліп бүгіліп тұрған пилигримнің мачтасына көз тастады. «Дик, еш нәрсе көрінбей ме?» деп сұрады миссис Уэлдон бала жігіт көзін подзор түрпеден алған кезде. «Түк те көрінбейді, миссис Уэлдон, түк те. Жел әлде де болса күшейе түскен тәрізді. Теңіз бетіндегі тұманды таратып жіберді. Алайда, сен бұрынғысынша Американ жағалауы қашық болмауға тиіс деп шамалайсың ба?» «Күмән жоқ, миссис Уэлдон. Бірақ ол жағалаудың әлі күнге көрінбеуіне таным бар. Кеме үнемі бағытқа қарай дұрыс жүріп келе жатты ма?» «Сөз бар дейсіз бе? Жел солтүстік батыстан тұрғалы бір бағытта келе жатыр», деді Дик. «Есіңізде болар деймін. Капитан Гуль мен пилигрим экипажы түгелде қаза тапқан қайырсыз күні жел сол жағымыздан тұрған еді. Сол ыңғайынан әлі ауған жоқ. Бүгін наурыздың 9-ы, 10 ақпаннан бері 27 күн уақыт өтті. Ол кезде біз материктен қанша қашықтықта едік?» деп сұрады миссис Уэлдон. 4500 миль шамасы, миссис Уэлдон. Бұл есеп дәл болмаса да, соған жуық. Есептегі қатенің айырмасы 20 миль. Не артық, не кем, одан ары болуы мүмкін емес. Ал кеменің жүріс тездігі қанша еді? Желдің күшейген күнінен бастап, орта есеппен күніне 180 миль жол жүрдік. Сондықтан да, жердің әлі күнге көрінбеуіне таңым бар. Тағы бір ерекше таңғаларлық нәрсе, бұл араның суында кеме көп жүруші еді. Бізге бірде-бір кеме кездеспеді ғой. «Кеменің жүріс тездігін есептеуден жаңылған жоқсың ба?» деп сұрады миссис Уэлдон. «Жоқ, миссис Уэлдон. Бұл жөнінде менің ешқандай күдігім жоқ. Ағаттық болуы мүмкін емес. Әрбір жарты сағат сайын лак тастап, лактың көрсеткенін өз қолыммен үнемі жазып отырдым. Тілесеңіз мен қазір лак тастайын. Сағатына 10 миль, яғни тәулігіне 200 мильден астамырақ тездікте жол жүріп келе жатқанымызды өз көзіңізбен көріңіз». Диксент Томды шақырып алып лак тастауға бұйырды. Қарт негр бұл операцияны жақсы орындайтын болып жаттығып алған еді. Ол лактың арқанға байланған жерін тексеріп қарады да лақтырып суға түсірді. Лак байланған арқанды 25 ярд шамасы тартқатқан кезде арқан суға батпай салбырады да қалды. «Ах, капитан!» деп айқайлап жіберді қарт негр. «Не болды, Том? Арқан үзіліп кетті». «Арқан үзілді?» деп айқайлады Дик. «Демек лак құрыды десейші». Қарт негр жауап қайырудың орнына қолында қалған арқанның үзігін көрсетті. Том бұл жөнінде айыпты емес. Лак берік байланған болатын. Арқан қақ ортасынан үзіліп кетіпті. Арқан манил торқасының сапалы сортынан есілгенді. Оның бір жері әбден қажалып қырқылғанда ғана болмаса, үзілуге тиіс емес. Шынында да солай болып шықты. Мұның анығына Диксент арқанның үзігін қолына алып қарағанда ғана сенді. Бірақ арқан неліктен қажалған? Жас өспірім бұл сұраққа жауап таппады. Қалай болса да, лактың қарасы өшті. Диктің ендігі жерде кеме жүрісінің тездігін өлшейтін мүмкіндігі жоқ. Оның бұдан былай пайдаланатын бірде-бір құралы компас. Бірақ бұл компастың теріс бағыт көрсететінін Диксент білген жоқты. Миссис Уэлдон бұл уақиғаның Дикті аса қатты күйзелткенін көрді де, қайтып еш нәрсе сұрамады. Жүрегін қайғы кернеп, өз каютасына кетті. Бірақ кеме жүрісінің кемімегенін компассыз-ақ байқауға болатын еді. Ертеңгіне наурыздың 10 күні барометр төмендеп 28-10-нан 2 дюймге жетті. Барометрдің бұл төмендеуі сағатына 100 км тездіктегі құйынды желдің таяғандығының нышаны еді. Кемені қауіптен сақтандыру үшін көтерілулі желкендерді тезінен тағы да азайту керек болды. Диксент Марсель мен Фокты да түсіруге, тек қана Бом Кливер мен Көлбек Ротпен жүзуге ұйғарды. Ол Том бастаған негр матростарды палубаға шақырып алып, бұл қиын маневр бүкіл экипаж болып бірлесіп істесе ғана орындалатынын айтты. Мұның бір жаман жері, желкендерді түсіру үшін көп уақыт кететін болды. Ал дауыл минут сайын бірден бірге үдеп барады. Диксент, Остин мен Актеон, Бат төртеуі рейге өрмеледі. Том штурвалда қалды. Геркулес керек болған кезде Шкотты тарту үшін палубада тұр. Бұлар ұзақ әуреленіп, ақырында Марсель мен Фокты түсірді. Мачталардың ерсілі-қарсылы шайқалуы желдің құтырына соғуы ержүрек матростарды жазым ете жаздады. Олар әлде неше рет жығылып кетудің азақ қалдында қалды. Сонда да болса тәуекелге бел байлап, ақырында Көлбек Роттың желкенін жиырды. Ең соңында ішкі Кливерді де түсірді.
Кеме енді тек Көлбегрот пен Бомкливермен ғана жүзді. Пилигрим желкен аумағының аздығына қарамастан толқын бетімен бұрынғысынша алға қарай тез зымырауда еді. 12 наурыз күні ауа райы бұрынғысынан да бетер нашарлай түсті. Сол күні Диксент барометрге қарап, қорыққанынан денесі мұздап қоя берді. Барометрдің сынап бағанасы төмендеп 27,9 дюймға жеткен екен. Бұл белгі өте күшті құйынның нышаны еді. Пилигримге ендігі қалған аз желкеннің де қажеттігі қалмады. Жел Көлбегрот желкенінің парша-паршасын шығарып жыртатын болды. Диксент мұның солай боларын біліп, оны да түсіруге бұйырды. Бірақ кешірек бұйырып қалды. Кенет соққан құйынды дауыл кемеге келгіп көз ашып жұмғанша болмай желкенді жұлып әкетті. Брамрейдің үстінде тұрған Остинді жел үйіріп апарып, Брам стенгіге ұрды. Остиннің үсті басы қан-қан болып, палубаға азар түсті. Диктің денесін қорқынышты абыржушылық биледі. Оның есебінше, осы қазір ғана жер көрінуге тиіс. Жас капитанның абыржитын себебі, бар екпінімен заулап келе жатқан кеме жағалау маңындағы су асты құздарының біріне барып ұрынуы мүмкін. Ол жүгіріп тұмсыққа барды да алысқа көз жіберді. Бірақ алдыңғы жақтан жер қарасының ешқандай нышаны көрінбеді. Диксент қайтадан штурвалға келді. Сосын 1 минуттан соң Негоро палубаға шықты. Ол өзін-өзі зорлаған тәрізденіп, көкжиектің бір шетіне қарай қолын созды. Оны қалың тұманның арасынан бір биік жағалау көрген деуге боларлық еді. Португалдың бетінде зымияндық күлкі тағы ойнады. Негоро жақ ашып тіл қатпастан камбузына қайта кіріп кетті.